Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын болгар бұрышынан жасалатын голубцаны рецептімен бөлісемін, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен болгар бұрышымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Сосын видеодан көргеніңіздей осылай саусағымызбен басып тұрып түбін шығарып аламыз. Сосын ішіндегі толығымен дәнектері шығу үшін осылай қағып жіберсеңіз де болады. Болгар бұрышын таңдағанда көлемі орташа, әдемі, әрі түсі ақшыл көк болған таңдаңыздар. Сонда ешқандай ащы дәм болмайды, өте дәмді болып шығатын болады. Енді салмасына біз үлкендеу бір пиязымызды өте майда етіп турап дайындап аламыз. Және осы пиязымызды фаршқа қосамыз. 2-3 рет тазаланып жуылған күрішімізді де қосамыз. Дәміне қарай тұз және бұрышымызды саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Бізде бір келкі масса болуы қажет. Салмамыз құрғақтау болғандықтан осылай кішкене су құйып жіберсеңіздер болады. Сосын тағы да араластырып аламыз. Енді болгар бұрыштарын біз салмамызбен толтырамыз. Әр салған сайын осылай саусақпен нығыздап тұрғандарыңыз жақсы, бірақ тым толтырып жібермеңіздер. Яғни ішіндегі күріші піскен кезде ол ісінеді, ол өз кезегінде болгар бұрышын жарып жіберуі мүмкін. Сондықтан орташа мөлшерде жақсылап нығыздап тұрып салып аламыз. Дәл осылай барлық болгар бұрышымызды салмамызбен толтырып дайындап қоямыз. Бізде осылай 20 шақты болгар бұрышы дайын. Енді тағы да бір кішілеу пиязымызды турап аламыз. Сосын үлкендеу сәбізімізді рифленый немесе кәдімгі пышақпен осылай ірілеу етіп тураймыз. 7-8 орташа картоп немесе үлкен болса 2-ге бөлсеңіз болады. Оны да дайындап аламыз. Сонымен қазанымызды отқа қоямыз, майымызды құямыз. Оны қыздырып, пиязымызды салып, жақсылап 1-2 минут қуырамыз. Үстіне бір ас қасық томат пастасын қосып, осылай жақсылап араластырып қуырамыз. Сосын үстіне сәбіз бен картопымызды салып, оны да жақсылап қуырып араластырамыз. Кейіннен су құямыз, шамамен 300 мл-дей. Дәміне қарай тұз қосамыз. Араластырып, енді үстіне болгар бұрыштарымызды қойып шығамыз. Біздің мақсатымыз болгар бұрыштарын бір-біріне тығыз етіп, жақындатып қоямыз, яғни олар бізде тік тұруы қажет. Бұл тағамды біз сорпа ретінде емес, екінші тағам ретінде, яғни қою ретінде ұсынамыз. Бірақ сорпасымен ішкісі келетіндерге де сорпасы болады. Осылайша суды үстінен құйып жібереміз де, қақпағын жауып қайнағанға дейін жеткізіп, сосын ең төмен отқа қойып, 40 минуттай бұқтырып аламыз. Осылайша біздің тамағымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Қалауыңызша ас көк сеуіп берсеңіз де болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, ғашық боласыздар. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.